Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен Болысбекова Дамира Шайхметовна, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Шайғорық орта мектебінің ағылшын тілі пәні мұғалімі, екінші деңгейлі ұстазбын. Санатым зерттеуші педагог. Менің іс-әрекеттегі зерттеу тақырыбым диалог арқылы оқушылардың айтылым дағдыларын қалай дамытуға болады. Осы іс-әрекеттегі зерттеу тақырыбының мақсаты диалог арқылы оқушылардың айтылым дағдыларын арттыру, міндеттері диалог тәсілдері арқылы оқушылардың ой пікірін жүйелі айтуға баулу, диалог арқылы оқушыларды қарым-қатынасқа түсіру және ашық сұрақтарға жауап бере алуға бағыттау. Сондай-ақ күтілетін нәтижелерім. Диалог тәсілдері арқылы оқушылар ой пікірін жүйелі айтады, диалог арқылы оқушылар қарым-қатынасқа түсе алады және ашық сұрақтарға жауап бере алады. Іс-әрекеттегі зерттеу жұмысымның өзектілігі. Концептивті ұғым оқушылардың сөздік қорымен қатар тілдік бейнесін және дүниетанымын біртіндеп қалыптастырады. Осы кезде қолданған жұмыс формасы мен әдістерім: жұптық жұмыс, жұптық ізденіс, талқылау және тест жұмыстары. Оқушыны жеке дамыту жұмыстары. Оқушылардың айтылым дағдысын сабақ барысында және сабақтан тыс уақытында бақылау. Суреттер сөйлейді, концептивті ұғым, 2 минуттық әңгіме. 6 Б сыныбын зерттеуге алатыным туралы мектеп директорымен кеңесу барысында айттым. Сондай-ақ мектеп әкімшілігімен де кездесу болды және соңында сауалнама алынды. Мен осы жұмыс барысында деректерді қалай жинадым? Алғаш сынып журналын зерделеп, білім сапасын көрсеткішін анықтадым. Сыныптағы оқушылардың сабаққа қатысу белсенділігін байқадым. Сауалнама алу бойынша нәтижесін сараптап зерделеп, қорытындысын шығардым. Осы сыныптағы іс-әрекеттегі зерттеу жұмысымның қорытындысы бойынша сіздермен нәтижемен бөліспекшімін. АБС деңгейіндегі оқушылардың сабаққа қатысу белсенділігі артып, өсу динамикасы дамыды. Яғни А деңгейіндегі оқушының Б деңгейіндегі, С деңгейіндегі оқушыларының барлық мониторингісі назарларыңызға ұсынылады. Зерттеу субъектілерінің өсу деңгейі. А деңгейіндегі оқушы ол сынып белсендісі, алғыр, сөздік қоры мол, сөзін еркін жеткізе алады, қосымша тапсырмаларды үнемі орындап жүретін үздік оқушы. Яғни оның көшбасшылық қабілеті өте жақсы дамыды. Б деңгейіндегі оқушы есте сақтау қабілеті орташа, өз біліміне кейде сенімсіздік танытады, тапсырманы өз бетінше орындай алады, дегенмен мұғалімнің көмегін қажетсінетін жақсы оқушы. Ал оның бойында енді өзіндік сенімі пайда болып, сөйлеу дағдысымен оқуға қызығушылығы артты. С деңгейіндегі оқушы болса, оқуға ынтасы төмен, ойын еркін айта алмайды, сабақта көбіне топқа қосылмай дараланып отырады. Берілген тапсырмаларды жүйелі орындай алмайды, ұяң үлгерімі төмен оқушы. Яғни бұл оқушымның сабаққа ынтасы артып, топтық жұмысқа тартылды. Ермахан Амыстай алады. Ал Ермахан, осы алдыңғы тізбектелген сабақтар жүріп жатыр сендердің сыныптарыңда. Осы сабақтар саған ұнай ма? Бұрынғы дәстүрлі сабақпен салыстырғанда ойың қандай? Ойыма бұрынғы сабақтармен салыстырғанда менің қазір ойым жақсы. Қазіргі өтіп жүрген ашық сабақтар маған қатты ұнап жүр. Ол яғни сендерді қызықтырып жатыр ма осы сабаққа барлықтарыңды? Иә, тұрып жатыр. Несімен ұнайды? Топтық жұмыс, алтын ереже дегендерді не айта аласың? Серікті сәтті ұнайды. Серікті сәтті ғана ма? Тағы несі? Жаңаша тағы не көріп жатсың сабақта? Жаңаша анадай ағашқа стикер жабыстырулар. Назерке, сен айта қойшы. Осы сабақта сөйлеп жатсың. Несімен ұнап жатыр? Топтасып, айтқан сұрағына жауап беру. Мұғалімнің сұрақтарына топтасып жауап беру. Алтын ереже туралы не айта аласың? Бұрын естіп едің алтын ережені? Бұрын естігем. Яғни бұрынғы сабақтарда да көрініс тапты алтын ереже, солай ғой? Жақсы. Ал Мерей, енді алғашқы осындай сабақтар бола берсе деген ойдасыңдар ма? Балалармен топтасып жұмыс істеген бізді бағалағанда топқа бөлгендер, қос ой болғандар. Жақсы. Қандай бағалау жүргені түрін өтілдер сыныпта? Топта бағалады ма сендерде? Бағалау жаңадан үлкені үшке шейін ғана. Яғни ол бала критерия
сендердің бүгінгі тапсырған критерия болды, критериялық баға болып көрінді. Жақсы, рахмет сұхбаттарыңа. Сәттілік. Осы іс-әрекеттегі зерттеу жұмыстарының сәтті тұстары. Білім алушылардың сыни ойлауға арналған бағдарлы сұрақтар арқылы айтылым дағдысы дамыды. Сәтсіз тұстары да кездесті. Яғни ашық сұрақтардың аз болуы, білім алушылардың өз ойын айтып жеткізуде сенімсіздіктің болуы. Сондай-ақ болашаққа жоспар құрамын. Сыни креативтілік, қарым-қатынас, коллаборативті орта құру, оқушы үнін ескеру.